بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد бүгінгі дәрісімізді жалғастырайық тәжвид дәрісін. Біз дот махражына, яғни дот әріпіне келіп тоқтадық. Яғни дот дұрыстаған кезде пайда болатын көрнекі қателіктерге тоқталамыз. Бірінші қателік ол ибдалуха зоан. Дотты зо әрпіне ұқсатып жіберу. Зо әрпіне алмастырып дыбыстау қате болады. Иә, мысалы ол көбінесе түрік бауырларымызда көп кездеседі, түрік бауырларымыздың кейбіреулерінде зо қылып оқиды дотты. Вәләл-доллин дегенде вәләл-доллин деп дыбыстайды. Ол қате. Мысалы долла дегенде олар не дейді? Золла дейді. Золла деп айтады. Ол қате. Айман Суайт Рушди өзінің дәрісінде айтады, енді зо деп айту ол қате дейді. Сонымен қатар біз Еркінбек Шоқай ұстазымыздан сұрағанда ол кісі айтатын, енді біздің ұстаздарымыз ол нәрсені қате деп айтатын еді. Сондықтан да біздің асымнан жеткен Хafs риуаятында негізі доны зо қылып дыбыстау деген жоқ. Дот күйінде болу керек, зо күйінде болу керек. Өйткені Айман Суайт Руштидің бір дәрісінде айтатында, мысалы андай аят бар дейді, оны қалай оқисыңдар дейді мысалы. Егер де дотты зо оқитын болсақ, онда зо әрпі не үшін жеке берілген дейді. Егер дотта зо оқылатын болса, онда зо әрпі не үшін қайтадан бөлек берілген дейді. Мысалы андай аят бар дейді Құранда. Стаизу билла. Мысалы уджуху йаума изин надира иля раббиха назира деп келетін аят бар да. Сонда айтады. Сол күні дейді, яғни қиямет күні айтады. Қиямет күні кейбір жүздер бар дейді. Надира. Жарқырап тұратын дейді да. Бұл айтқанда гүлденіп тұратын, нұрланып тұратын жүздер бар дейді. Иля раббиха назира дейді. Раббысына не істеп тұрады дейді? Назира. Назар салып қарап тұрады дейді. Яғни ана жерде дот, ана жерде зо. Түсінікті ғой, мағына түсінікті болды. Ал егер де екеуінде былай оқысаңызшы. Уджуху йаума изин назира иля раббиха назира. Ол не аят болды онда? Екеуінде назира болатын болсаңыз. Онда мынандай мағына береді да, сол күні жүздері қарап тұрады, Раббысына қарап тұрады деген мағына шығады. Көрдіңіз бе? Мағына да өзгереді де, көрдіңіз бе? Сондықтан да ондай мағына емес. Ондай мағына бермейді. Дот күйінде қалу керек, зо күйінде қалу керек. Жақсы. Екінші, ибдалуха дәлен. Дотты дәл қылып дыбыстау. Дәлге айналдырып жіберу. Ол да қате. Мысалы, кейбір бауырларымыз вәләт-та деп айтады. Вәләт-та. Кәдімгі дот дәлдің шығатын жермен просто о дей салатын болды. Түсінікті ме? Вәләт-та-доллин дейді. Қате ол. Доттікі мына жерден шығады. Сіздің давахи күлкі түстеңізден ары қарай қысым сол жерден болып дыбысталып шығу керек. Айман Суайт Руштидің айтып бойынша. Вәләл-да. Оның құрылымы күрделі да кішкене, дот дәл сияқты. До деп айта салу қате. Алдында үстіңгі күрек түстің түбіне қойып дыбыстау қате болады. Мысалы қалай айтады дейді? Тафидун деп айта салу. Дун. Тафидун дегенде тафидун деп айта салады. Дун деп айту керек. Дун емес та. Дун десең дәл оқылады ол. Нутқу фарағин саутийин бизамиш иститалиха. Мұна мысалы нутқин фарағин дейді. Саутийин. Мысалы мынандай иститаля деген сифат бар, өттік қоя. Доттың иститаля сифаты. Яғни тілдің басы арт жақтан кішкене алды қарай жылжып,
үстіңгі күрек түстердің түбіне жанасқанға дейін жылжып келеді, сөйтіп ұсталады. Біз айтқанбыз жаңағыда Айман Сойдырш айтты деп, ол айтты өз махражында қозғалатын бір-ақ әріп бар, ол дот қана деді. Иституаля деген сипатымен қозғалады, басқа ешқандай әріп қозғалмайды. Сондықтан сондай иституаля білмейді да қалай шығатынын кейбір кісілер. Иституаля яғни жұтынған сияқты шығады. Соны деген дауыс шығады ғой. Соны кішкене бір пауза болады да, чуть-чуть, сосын барып до деп айтылады. А олар оны шығарамағаннан кейін чуть-чуть пауза ғана жасайды, болды. Мысалы былай: валя даллин дейді. Түсіндіңіз ба? Олай айту қате. Енді бір иституаляны шығарып жатқан сияқты көрсетіп ше өзін. Олай айту қате дейді. Сондықтан валя даллин. Пауза қалдырмау керек қой. Жоқ, пауза қалдыру керек, пауза. Просто пауза ол кәдімгі шынайы болу керек та, жаңағы тілдің қозғалуымен пауза болып жатқан. Жай ғана бүйтіп тіреп қойып валя да деп айтудың қажеті жоқ. Түсінікті ғой, иә? Тіл арт жақтан алтын. Ол жерде кәдімгі процесс жүріп жату керек та. Онда процесс жүрмейді да. Бүйтіп тіреп қояды да просто валя даллин дейді. Ол қате. Түсіндіре алдым ба? Жақсы. Төртінші, қалқалатуха. Дотты қалқалағып оқып жүру, қате. Көп пайда болады. Сондықтан дот ол қалқала емес, дәл ол қалқала болатын. Соны шатыстырмау керек. Мысалы, көбінесе не істеп жатады, дотты Фил сүресінде сойып оқып жатады, мысалы. Аузубиллахи Әләм яджал кайдахум фи тадлил дейді. Фи тадлил деп жатады. Жоқ, фи тадлил. Түсінікті ғой, иә? Ол тіпті дот, ол неге жатады? Рахауа сипатына жатады. Сіз сукунды оңыңыз тауыз көрген. Фи тадлил. Түсінікті ғой, иә? Ол жұтылып барып айтылады. Төртінші қалай дедіңіз? Қалқалағып жүру. Уақодбә деген сияқты қалқалағып жүру қате. Уақодбә болады. Уақодбә. Бесінші, ихраджу ғуннатин ма'аха. Яғни дотпен бірге ғуннаны шығару қате болады. Ғунна жоқ бойында. Мысалы, фәдлу деп ғуннаны қосу қате болады. Фәдлу жай ғана. Ғунна шықпайды. Идғамуха бима бa'даха. Өзінен кейінгі әріппен идғам қылып, ішіне кіргізіп жіберу қате болады. Өзінен кейінгі әріпке кіргізіп дауыстау қате. Мысал қалай? Улдурро дегенде, улдурро дегенде қалай айту? Уттурро деп айтып жүр ғой. Уттурро. Дот жоқ мүлдем. Тоға полный идғам кәмил. Толықтай идғам қылып жүру қате болады. Мысалы, арраттум дегенде арраттум дей саламыз ғой. Арраттум деп айтып жүрміз, қате болады. Сондықтан дот ол ешқандай идғам кәмил жасалмайды. Толықтай идғам қылмайды. Толықтай кіргізбейміз. Түсінікті ғой, иә? Идғам нақис дейді бұны. Арраттум. Түсінікті ме? Доттың сипаттарын, кейбір сипаттарын білдіртіміз керек. Міне осындай дотқа қатысты қателіктер бар. Соларды абай болу керек, иншалла.